Қайсыздар біздің құрметті подписчиктарымыз, сіздерге субтитр жасаудың екінші және көбісі қолданылатын әдістің бірі деп ойлаймын. Соны сіздер көрсетуге бола ма? Болады мысалға. Ол үшін создать заголовок жазамыз. Мысалға текст бердік. Байқасаңыз, ол үшін бізге прямоугольный инструмент керек. Осындай бір. Оны біз мынандай екі ортаға қоямыз. Ортамыз келтірді. Жоқ. Түсін. Осының түсін қарағымыз. Непрозрачность 95. Міне. Текстті далымызда бүкіл текстқа созамыз. Текстің размері бойынша созамыз. Бізге керегі енді текст. Текст үшін тағы да бір заголовок жасаймыз. Создать заголовок. Текст 2 дейміз мысалға. Енді жерге біз керек сөздерді жаза береміз. Мысалға мына жерде мына сөзді жазу. Ол үшін мысалға текст мысалға мына біздің сөзіміз. Артық. Енді бұл жерде настройка жасаймыз мысалға. Емес. Ең бір көбісі қолданатын немесе міндетті осыны қойсайық. Жалпы өздеріңіз қандай текст қойдыңыздар. Бірақ енді бізде 40 50 сәл түндеу басқа шет тауып мысалы еліміз 35 немесе 40. Мысалы текстті ортаға келтіру үшін текстті осыға ортаға келтіреміз. Енді бұл текст 2-ні оның үстіне әкелеміз. Бұл бізде мындай фокус болады. Им будет интересно. Им будет интересно. Келесі сөзге көшіріп қойсаңыз. Мы тут. Мысалы, ал келесі сөзді қою үшін таңдаймыз да, немесе сіздердің нұсқаңызда олар жазасыздар. Сөздер ал мен
Тексті дайындап қоймадым. А мы тут одни в дремучем лесу. Осылай орнатамыз. Я уже соскучился. Одни в дремучем лесу. Осылай. Я уже соскучился. Полечу. Көріп тұрғандай қиындық жоқ. Аласын. Қоясын. Бұл. Посмотрю на них издалека. Алмай бұларға саламыз. Ол бізде бұл мұнан сөзі. И включи трансляцию. Мы тоже соскучились. Міне, осы жерден мысалға жазатын кезде мысалы Мы тоже соскучились. осы жерден жетіп мысалға осы жерден салысында қиып аласыз. Келесі моментте мысалға келді міне мына жерде сөз айтылмайды. Сіз бұл жерде олай қиып алуға болады сізге. Мына жерде былай қалай айтсам болады, резко шықпас үшін мындай қолданасыз да. Міне, мынау енді сөйлеп отыр. Мынау енді пайда отыр. Ол үшін бүйтесіз міне. Пайда аласыз да. Мына сөзді көшіресіз. А если автобус опоздает? Осылай қоя бересіз. Мы не... Бір-екі квадрат жазасыз да. Олай қоя бересіздер. Мы не успеем к началу спектакля, и билеты пропадут. Осылай қойып отырасыздар. Көріп отқандай қиындығы жоқ. И қалай керек десе сөздеріңізді жазып қоясыздар, дайындап қоясыздар және осылай қоя бересіздер.
Эденька, не волнуйся, автобус ходит точно по расписанию. Мысалы, осылай. Бұл жерде менің қарасыздығым сәл сөздің қысқалау оқылды, бірақ шындап келгенде бүкілі сөздің ішінде сыйып тұр. Вот, им будет интересно, а мы тут одни в дремучем лесу. Қолдаңыздар, ұнатпасыңыздар.